Сәлеметсіңдер ме оқушылары, әдебиеттік оқу сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 2 сабағымыздың тақырыбы оқуға алғаш барған күнім деп аталады. Бүгінгі сабақта өлең мен суреттің ұқсастығын атап, айырмашылығын табуды үйренеміз. Бірінші тапсырмада сөйлемдерді толықтыр дейді. 1 қыркүйек білім күні. Бұл күні мен мектепке барамын. Мені мұғалім қарсы алады. Алғашқы қоңырау соғылады. Яғни берілген бос орындарға біз сөйлемдерді толықтырып жаздық. Яғни бірінші сөйлемде білім деген сөзді жаздық, иә? Ал екінші сөйлемде мектепке барамын. Үшінші сөйлемде мұғалім деген сөзді жаздық. Төртінші сөйлемде қоңырау деген сөз жазылды. Яғни төменде берілген дұрыс нұсқасын дәптерімізге әдемілеп жазып шығамыз. Келесі екінші тапсырмада сурет берілген, суретке қарап оқуға келген күнің туралы айт дейді. Суретте мұғалім, оқушылар және мұғалімге гүл беріп жатқан баланың суреті берілген. Мен мектепке барғанда мұғалімге гүл бердім. Сыныптастарымды көрдім. Алғашқы қоңырау соғылды. Сабақ басталды. Бәріміз де кітаптарымызды, дәптерлерімізді шығардық. Есімізде сақтаймыз. Өтебай Тұрманжанов балаларға арнап өлең жазған ақын. Ол Түркістан облысында туған. Оның менің кітабым, Бозша торғай тағы басқа шығармалары бар. Келесі үшінші тапсырмада өлең берілген, өлеңді түсініп оқимыз. Тақырыбы мектеп біздің анамыз деп аталады. Күзге сүйеп күн иек, болып қапты қыркүйек. Қырманды жұрт алыпты, дәнге батып қалыпты. Жемістер де пісіпті, жерге үзіліп түсіпті. Шөп буыны қатыпты, шөмелені ел тасыпты. Межелі кез болыпты, мектеп есік ашыпты. Күн сәулесін шашыпты, мектебін аңсап сағынып, балалар келер ағылып. Ашылған гүлдей арайлы, көшенің бәрі қарайды. Ықылас ынта раймен, ерекше жарқын шыраймен. Жүздері жайнап қуанып, шоқ-шоқ қызыл гүл алып, мектебіне келеді. Бұл өлеңнің авторы Өтебай Тұрманжанов. Енді оқушылар, біз өлеңді оқып болдық. Өлең мектеп туралы, мектеп біздің анамыз. Мектепке балалар сағынып, гүлдерін алып, барлығы келе жатыр. Енді оқушылар осы берілген өлеңде түсініксіз сөздер кездеседі. Ол сөздер күзге сүйіп күн иек деген сөз, ол уақыт күзге айналды деген мағынаны білдіреді. Келесі шөмеле деген үйілген шөпті айтады. Одан кейін қырман деген сөзде бізге түсініксіз, қырман дегеніміз астық бастыратын ашық алаңды айтады. Одан кейін межелі кез деген сөз түсініксіз, ол мөлшерлі уақыт деген мағынаны білдіреді. Келесі 4-ші тапсырмада суреттерге қатысты сұрақтарға жауап бер. Бұл туралы өлеңде не айтылған дейді. Бізде бірінші бағанда сұрақтар берілген, екінші бағанда суреті және өлеңде не айтылған туралы жазылған. Сұрақтар: жылдың қай мезгілі? Суретте жылдың күз мезгілі берілген. Онда өлеңде күзге сүйіп күн иек, болып қапты қыркүйек деген сөз сәйкес келеді. Яғни суретте жылдың күз мезгілі бейнеленген. Бұл туралы өлеңде күз мезгілі екендігі, қыркүйек айы келгендігі туралы айтылған. Келесі екінші сұрақ: қандай мереке дейді? Оған сәйкес келетін сурет, яғни мұғалім мен оқушылардың суреті бейнеленген. Бұл білім күні мерекесі. Өлеңде мектебін аңсап сағынып, балалар келер ағылып деген өлең жолдары сәйкес келеді. Келесі үшінші сұрақ: балалар қайда бара жатыр? Олардың көңіл күйі қандай? Балалар мектепке бара жатыр, олардың көңіл күйі өте жақсы. Енді өлеңнің ішінде қай жол сәйкес келетінін оқимыз. Ықылас ынта раймен, ерекше жарқын шыраймен. Жүздері жайнап қуанып, шоқ-шоқ қызыл гүл алып, мектебіне келеді. Яғни балалар мектепке келе жатыр және олардың көңіл күйлері өте жақсы. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 5-ші тапсырмада өлең жолына сәйкес келетін суретті тап. Яғни бірінші сурет алманың суреті берілген. Өлең жолына сәйкес келетін сөз: жемістер де пісіпті, жерге үзіліп түсіпті. Келесі үшінші суретте бала алманы жұлып жатқан суреті бейнеленген. Енді оқушылар байқап тұрсаңдар, өлеңнің екі жағында берілген суретте өлең жолына сәйкес келеді. Жемістер де пісіпті деген өлең жолы екінші суретке сәйкес келеді. Себебі алма ағашында алма пісіп, бала алғысы келіп жатыр. Ал жерге үзіліп түсіпті деген өлең жолы бірінші суретке сәйкес келеді. Себебі алманың жерге үзіліп түскен суреті бейнеленген. Сондықтан да екі сурет те өлең жолына сәйкес келеді. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 6-шы тапсырмада сұрақтар берілген, сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: мектепке сағат нешеде келдің? Мектепке сағат 7:40-та келдім. Бұл таңертең оқитындар үшін арналған. Ал түстен кейін оқитын оқушылар мектепке сағат 13:30-да келдім деп жауап береді.
Келесі екінші сұрақ. Қандай оқу құралдарың бар? Кітап, дәптер, қалам, түрлі түсті қарындаш, өшіргіш оқу құралдарымыз бар, иә? Келесі үшінші сұрақ. Қай сыныпта оқисың? Мен екінші сыныпта оқимын. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.